Ramazan. Тамағымыз дайын. Дәл осы күйінде бетіне қалаған аскөгіңізді салып, столға ұсына беруіңізге болады. Салатымыз дәл тамаққа өте үйлесімді салат. Және шай немесе компот орнына ішіп отыратын сусын. Сәлем достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Біздің арнамыздан күнделікті біз салған видеоларды көріп жүргендеріңізге рахмет. Мен бүгін көпшілік кісіге қандай тамақ істеймін деп, бұған дейін жоспарлап қойған тамақтарымның ешқайсысы 10 шақты адамға ондай есептелмегендіктен бүгін кішкене видео түсіргім келмей сондай көңіл күй болды. Бірақ мен сіздер жазған пікірлерді есіме алып, бірден орнынан атып тұрып, ерекше бір тамақ пісіруге кірістім. Сонымен бізге қажетті нәрселер. Бізге қазы керек, қаздың филесі керек, яғни жұмсақ еті, төс еті. Және мені кез келген қонақтар келетін кезде, бір кісілер келеді деп қалған кезде, мені кез келген тамақта құтқаратын нәрсе ол біздің қазақтың қазысы. Кез келген қонаққа, кез келген тамаққа қосып жіберіп, тамағыңызды кәдімгі қонаққа арналған тамақ қылып жіберуге болады. Картошка керек, бірнеше бас сәбіз, бірнеше бас пияз, бірнеше бас қызанақ қоссаңыздар болады. Тәтті бұрыштар түрлі түсті, қамыр иленген, қамырдың рецептісі біздің арнамызда бар. Қуыру үшін сұйық май, тұз, кориандр, имбир, розмарин және лағманға арналған дәмдеуіш қажет болады. Және біраз су керек, томат пастасы немесе қызанақтан көп қосуға болады. Мен томат пастасын қосам, ол әзірге тоңазытқышта. Енді біз ең бірінші құс етін қуыруымызға ыңғайлап бөліп алудан бастаймыз. Бір төс етті 5-6 бөлікке бөлсек жеткілікті. Етімізді араластырып жіберіп, табанына жабысып қалмау керек. Етті бір араластырғаннан кейін, бұған дейінгі дайындап қойған қазыны етіне бітеу күйінде сала қоямыз. Қақпағын жауып, отты кішкене ақырындатып, менде максималды 9, мен 6-ға қойдым, 10-15 минут қуырамыз. Етіміз қуырылып жатқанда пиязымызды және басқа көкөністерімізді турап аламыз. Еті қуырылып жатыр, құс еті ол өзіндегі барлық майды шығарды. 10 минут қуырылды. Мұндағы қазыны келесі бетіне аударамын және осының үстіне қызанақ пен пиязды аударып жіберемін. 5 минуттай қатты отта қуырамын. Пияз сөлін бөлу керек. Пиязды салып болғаннан кейін 1-2 минутта томат пастасын бетіне қарай салып жіберсеңіз болады. Себебі пиязбен бірге қуырылып кету керек. Біз бетіне толтырып картошка салатын болғандықтан табанына жабысып томат пастасының жабысып қалғанын болдырмауымыз керек. Себебі қызыл болып тамағымыз қызарып тұратындай болу керек. Және осы кезде барлық дәмдеуішімізді және тұзымызды салып жібере берсек болады. Енді бетін бір жағын ақырын ашып, қақпағының осылай 10 минуттай қуыра береміз. Пиязы қуырылды, өзінен барлық сөлін бөлді. Енді біз барлық 3 ірірек сәбізімізді турап алып, қосып жібереміз. Тегістеп жібереміз. 5 минут қуырамыз. Сәбіз қуырылып жатқанда бізде 5 минут уақыт бар. Ол уақытта біздің қамырымызды алып, орташа етіп жайып аламыз. Сәбізде кішкене жұмсарып, өзінің сөлін бөле бастады. Астын қазір қарап тұрмын. Қазанның табанына жабыспау керек бұл тамағымыз. Сондықтан енді тәтті бұрышты салып, тәтті бұрышты қаласаңыздар бір өзін бөлек қуырып алып, тамақ дайын болғанда бетіне сала салуға да болады. Ол кезде түрі әдемі болады. Бұрышымыздың дәмі тамаққа шықпайды бірақ ол кезде. Ал осылай ішіне салып жіберсеңіздер түрі аса жақсы болмайды, бірақ дәмі сіңіп тұрады тамаққа.
Енді біз міндетті түрде пешімізді ақырындатамыз, орташа отқа қоямыз. 1-2 минуттан кейін, 3 минуттан кейін мұндағы бұрыштарымыз жұмсарған кезде біз картошканы саламыз. Тәтті бұрыш жұмсарды, 3 минуттай уақыт өтті. Ой, бісмилла. Шашырап кетті ғой. Мұндағы қазыны барлық көкөністің астына батып тұратындай жасауымыз керек, себебі ол бізге әбден пісіп шығуы керек өте күйінде. Одан кейін енді біздің ең соңғы осы қазан тұздықтың жанында жасайтын жұмысымыз бітеді. Қазанның басында жасайтын картошкаларымызды саламыз. Картошкалардың ірілерін бөлдім, ірі еместерін сол күйінше саламын. Езілмегені жақсы. 150 грамм шамасында су құямыз. Егер сорпалы болған қаласаңыздар 300 грамм жарты литрге дейін құюларыңызға болады. Енді біз бұның қақпағын жабамыз. Бетіне толық жабылатындай жағдай жасаймыз. Бетіне гантель болсын, ауыр нәрсе болсын қойып қоюға болады. Осылай 1 сағат, 1,5 сағат ақырын отта бұқтырамыз. Бізде қазір сағат 5, ауызашар 8:30-да кешкі. Бізде 2 сағат бұқтыратын боламыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді бұл кен қамырда, ұзындығына оқтаудан ұзын тіпті. Осы қамырды 6-8 бөлікке бөлемін. Енді біз кесіп алған қамырымызға бір бөлікті 6-ға бөлдік, бір қамырды, бір жайманы. Оның бетіне сұйық май жағамыз. Енді келесілерін осының бетіне қойып шығамыз. Және пісіргенде осы күйінше пісіреміз. Қабатталған күйінде пісіретін боламыз. Қамырларымызды мантының табағына салып алдық. Енді оны қайнап тұрған суға жарты сағат пісіріп аламыз. Қабат-қабатын салдық. Біз бір бөлігіне 6, бір табаққа 6-6-дан салдық қамырларымызды. Қаласаңыздар бұдан кішкене көлемін алақандай қылып жасауларыңызға болады. Суға келіп саламыз. Жарты сағат пісіреміз. Тамағымыз пісіп жатыр. Ендігі кезек бізде салатта. Бүгін біз өте жеңіл салат дайындаймыз. Ештеңені қайнатпаймыз, қуырмаймыз. Бізге қызанақ керек, бірнеше бас сәбіз керек, аскөк, салат жапырақтары және укроп керек. Қалаған аскөгіңізді алуға болады. Біз ең алдымен қиярдың сыртын жартылай тазалап алсаңыздар болады. Егер қиярдың қабығы қатты болса, барлығын тазалап тастауға болады. Мен барлығын тазалап тастайтын сияқтымын. Тексеріп көремін. Қабықтары қалың қиярдың. Сондықтан мен қиярдың қабығын тазалап тастаймын. Қиярларымыз тазалап алдық. Осы кезде мен сіздерге бір лайфхак айтып кеткім келіп тұр. Әсіресе оңтүстік аймақтарда қиярлар ерте пісіп, кез келген көкөніс, жеміс барлығы ерте піседі ғой. Сол кезде әсіресе қиярлар қазір дәмі басқашалау, жазағыдан қарағанда. Құрамында жаңа небір тыңайтқыштар, селитра бар деп айтып жатамыз. Содан арылу үшін бұлақтың суына немесе жаңа pH балансты қалпына келтіргіш фильтрден өткен суға жарты сағат, салат жасардан бұрын жарты сағат салып алатын болсаңыздар, құрамындағы кез келген зиянды заттар шығып, кез келген жемістің балғын күйі қалпына келеді. Ескере жүріңіздер. Турап аламыз. 4 бұрышты емес, енді мұндағыдай бөліктерге бөлеміз. Турап болдық. Енді біз мұндағы салат жапырақтарын алып, қолымызбен үзіп саламыз ыдысымызға. Бұл салаттың құр өзін жейтін болсаңыз, ағзаңызда түрлі, мысалы бір күнде біздің ағзамызда көптеген миллиондаған, миллиардтаған қалпына келу процестер жүретін болса, осы салат жапырақтары, аскөк және қияр, помидор сол қалпына келу процестеріне көп қызмет атқарушы еді. Егер дәл жаңағы бұған дейін айтқандай, pH балансы қалыпты, құрамындағы селитра нитраттарынан тазартылған күйде болса, саламыз. Бұдан кейін мұндағы аскөгімізді сақтап тұрап,
бетіне себелейміз. Салатымыз дайын. Енді дәл ауызашар уақытына 10-15 минут қалғанда бетіне тұз сеуіп араластырып, тәрелкемізге салып столға ұсынамыз. Тамақтарымыз пісіп тұр. Салатымыз дайын. Ауыз ашқаннан кейін, ауызды құрмамен немесе сумен ашып болғаннан кейін ішіп жүретін дәмді су дайындаймыз. Ол үшін бізге қайнатылған су, қайнаған су, таңқурай, малина, құлпынай, алма бірнеше тілік және кішкене лимон керек. Лимонның дәндері түсіп кетпесін, алып тастаймыз дәндерін, жұқалап кесіп аламыз. Лимонымызды саламыз, алмаларды саламыз. Дәмі жақсы шығу үшін осылай ұсақтап бөліп алғандарыңыз жөн. Және мұндағы құлпынай мен таңқурай, олар былтырғы жемістер, оларды біз қатырып сақтап қойғанбыз, соларды пайдаланамыз. Алдағы уақыттағы видеоларымызда бұларды қалай қатыру керектігі туралы бөлісетін боламыз. Піскен уақытында барлығын ішіне салып жібереміз. Ақырын араластырып, суға бататындай жасап, ауыз ашуға дейін 1 сағат, 1,5 сағаттай уақыт бар. Сол аралықта дәмі кіріп, араласып тұратын болады. Батырып жиі-жиі орнын ауыстырып тұрамыз. 2 рет, 3 рет бетіндегі жемістерді табанына қарай араластырып орнын ауыстырсақ, сол жеткілікті. Біздің қамырымыз пісіп тұр. Қамырды біз міндетті түрде столға қандай табақ ұсынамыз, соған салып алып қоя берсек болады. Себебі мұндағы жерде ол бір-біріне жабысып, қатты жұмсарып кетуі мүмкін. Сондықтан мұндағы тамақты ұсынатын ыдысымызға орналастырамыз. Салып алғаннан кейін міндетті түрде қолмен ары-бері тарқатып, жабыспаған көріп тұрсыздар. Ары-бері тарқатып жайып аламыз жиектеріне қарай. Ыстық қазір. Осылай салып дайындап қоямыз. Тамағымыз пісті, пешті өшіреміз. Салатымызға 1-2 шымшым тұз салып, астын үстіне араластырамыз. Аскөктері өте көп салат. Бірнеше ыдысымызға салып аламыз. Дәл осы тамақты жегеннен кейін, бұған дейін біздің арнамызда жарияланған 40 қабат суын жасап ішсеңіздер, өте пайдасы тиеді. Осылай бірнеше тәрелкеге саламыз. Өшірдік, енді тамағымызды салып аламыз. Қамырдың суығаны еш нәрсе етпейді, бұған дейін айтқандай. Езбей, ақырын құптап салып аламыз. Тұздықты бетіне үйіп салмай тұрып, осылай ақырын бір жағынан босатып, майлы сорпаны алып, мұндағы қамырымыздың үстіне құямыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұған дейін қосқан томат пастасы, дәмдеуіштеріміздің түсі барлығы анық шығып, тамағымыздың сәні келе түсті. Біз қамырды 2 ыдысқа бөліп салып алдық бұған дейін. Енді асықпай барлығын түгел сала берсек болады. Картошкамыз салып болғаннан кейін, оның бетіне етін, бұған дейінгі басқа да көкөністерімізді салып аламыз. Майлы, өте жұмсақ, ауызға түсе балбырап тұрған еттер болды. Енді бетіне қазыны салып аламыз. Қазыны қаласақ бөлек жерден, немесе осылай столға бергеннен кейін ірі-ірі етіп турай қоюымызға болады. Қазының да қаншалықты піскенін көрсеңіздер болады. Қайнатылғаннан артық болмаса, кем емес.
алда апарсайшы сол жаққа. Тамағымыз дайын. Дәл осы күйінде бетіне қалаған аскөгіңізді салып, столға ұсына беруіңізге болады. Салатымыз дәл тамаққа өте үйлесімді салат. Және шай немесе компот орнына ішіп отыратын сусын. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.